Кайырлуу күн агайын. Адеттегидей биз сиздер үчүн жана биздер үчүн тарыхый, руханий пайдалы контентти түшүрүүдү жалгастырабыз. Бизди колдоп, арнага тиркеле кетиңиз. Ал эндише биз баштайбыз. Бүгүн биз әлемде теңдеш жок керуен сарай жайлы, накты айтсак, коно 39 миллиарддык жоба жайлы және де ушатын театр жайлы айтпакпыз. Летающий театр десек те болот. Керуен сарай аумагында кино театрлар, оюн саук орталыктары, конак үйлөр және де чыгыс базарлары, ягни нактыраак айтсак, Иран, Үндүстан, Мысыр, тагы башка элдердин осы жерде өздеринин бөлөк базарлары болатын болады. Бул дүниенин керуен деп алатын болсак, сол керуенге ар ким ар жолда косулуп, өзүнүн деттеген максатына жеткен кезде жолдан чыгып, немесе дүниеден өтө берет. Ягни сол адам болуп дүниеге келгенден кийинги өзүбүздүн максатыбызды унутпасак, эң бастысы өздеріңіз көрген ушатын театр, яғни орысшалап айтсақ, летающий театр дейді. Бұл дүние бізге танысып болғаннан кейін қандай екенін елестетіп жатқан боласыз. Бұл театрдың ішінде қала тарихы, мәдениеті және өркениеті тағы басқа дүниелер көрсетіледі. Ол дүниелерді орындықтарды жоғары көтеру арқылы және сезімталдылықтың оңға солға шайқатып көрсететін болады. Яғни сезімтал форматты көрсетіледі. Достар, осымен біздің бүгінгі бейнеролигimiz тәмам. Бүгінгі күн ертеңгі тарихтың қалай өзгеріп жатқанын бізбен бірге көріп, біздің видеоларымызды қарап, қолдау білдіріп, ұнаса достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Ал ендеше келесі кездескенше қош аман.